Барлығыңызға сәлем. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын өте дәмді, дүкеннен де дәмдірек болып шығатын курабие печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұның құрамы өте қарапайым, үйде бар заттармен жасалынады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майдың үстіне қантымызды салып миксерлейміз. Қант болмаса, қант ұнтағымен салсаңыздар да болады. Қант ұнтағын салсаңыздар, ол тез ериді, сондықтан көп миксерлеудің қажеті жоқ. Ал қант салатын болсаңыздар, кішкене жақсырақ еру үшін қантымыз кішкене көбірек миксерлейміз. Одан кейін үстіне екі жұмыртқаның ақ уызын салып, оны да кішкене жақсылап миксерлейміз. Көп емес, аз қандай. Ендігі кезекте жоғары сұрыпты ұнды, кез келген ұнды осылай електен өткізіп саламыз. Ең алдымен миксерлемес бұрын кішкене сол ыдыстың ішінде араластырып аламыз, кішкене жақсылап. Содан кейін барып миксерлейміз. Әйтпесе ұнымыз жан-жаққа шашырап кетеді. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Әр апта сайын тұрақты түрде 3 рецептпен бөлісіп отыратын боламын. Егер де сіздерде миксер болмаған жағдайда, вилкамен барлығын басындағы қантты да, дәл осы кезде де барлығын вилкамен араластырсаңыздар да жақсы шығады. Енді кондитерлік қалташаға 9 санды насатканы саламыз. Оның үстіне осы дайын болған қоймалжын қамырымызды саламыз. Қазір печеньенің формасын жасайтын боламыз. Менің қалташама барлық теста сыйған жоқ, сондықтан жартысы қалып қойды. Артынан салып пісіріп алатын боламын. Енді кезекте пешіміздің үстіне пергамент қағазын қойып, осындай печеньенің формасын жасап шығамыз. Егер де сіздерде осындай форманы жасайтын дәл осындай түрі болмаса, өздеріңізде үйде бар формамен жасай беруге болады. Егер де ешқандай насадка болмаған жағдайда, осы қалташаның ұшын кесіп, сонымен форма жасап шықсаңыздар болады. Егер де бұндай қалташада болмаған жағдайда, жай салафанмен ұшын кесіп, сонымен форма жасап, печеньені пісіре берсеңіздер болады. Осы тестамызды қалташаға құйып жатқан кезде пешімізді қыздыруды ұмытпаңыздар. Қызып тұрған пеште 190 градуста 25 минутта пісті. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әр уақытта піседі. Кейбіреулеріңіз 190 градуста 10 минутта, 15 минутта, кейбіреулеріңізге 5 минутта пісуі мүмкін. Сондықтан сыртынан қарап қойыңыздар, күйіп кетпесін. Мінекей формамызды да жасап болдық. Енді дәл ортасынан саусақпен кішкене басып шығатын боламыз. Қазір үстіне мак сеуіп шығатын боламын. Мен макты барлығына салған жоқпын. Қазір пісіп шыққаннан кейін ортасына шоколадты ертіп салатын боламын. Ал джем, варенье салсаңыздар да болады, бірақ қоюлау болғаны дұрыс. Джем мен варенье салатын болсаңыздар, дәл осы кезде салып пісірулеріңіз керек. Мінекей печеньемізде пісті. Енді су үшін пештің ыдысынан алып, бөлек ыдысқа салып қоямын. Печеньеміз суығанша ортасына салатын шоколадты дайындаймыз. Осындай кондитерлік қалташаға, осындай Қазақстан шоколадын осындай кішкентай түрін алдым. Екеуін бөліп алып саламыз. Соны стаканға ыстық су құйып, ертіп аламыз. Салафанның сыртынан ұстап көріп жатырмын, толықтай еріген. Енді осы кондитерлік қалташаның ұшын кесеміз. Содан кейін барып, осы жаңағы қолымызбен ортасын басып шыққан дөңгелек форманың ішіне осы ерітілген шоколадымызды құйып шығамыз.
менде осындай шоколад артылып қалды. Бос қалмасын деп, қалған шоколадты осылай печеньенің сыртына жағып шыға салдым. Мінекей достар, печеньеміз де дайын болды, өте дәмді, әдемі болып шықты. Менің қыздарым бұл печеньені сүйіп, жақсы көріп жейді. Негізі бұл печеньені дүкеннен алып беретінмін. Сосын негізі неге өзім жасап бермеске деген ой келді. Сондықтан осы рецепті тауып, сіздермен бөлісіп отырмын. Өз қолыммен жасалған печенье тіптен бөлек, дәмдірек болып шығады екен. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Егер де жасап көріп жатсаңыздар, комментарияға өз ойларыңызбен бөлісе отырыңыздар. Барлық құрамын видеоның астына жазып кеттім. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлайым.